Абай Құнанбаев Масғұт поэмасы. Я Алла құрметіне достың Махмұд, тілге жар бер, білінсін тұғыры мақсұд. Харуан Рашид халифа заманында Бағдатта бір жігіт бар, аты Масғұт. Шаһардан бір күн Масғұт шықты тысқа, бардыма кезі келіп бір жұмысқа, бір ұры бас сап тонап жатқан жерде кез болды бір бейшара шал байқұсқа. Шал байқұс айғайлады аттан салып, айырып алған жан жоқ оны барып, кімде болса бір ерлік қылайын деп, Мақсұт ұшты ұрыға оңтайланып. Мақсұтты ұры шапты қылышпенен, тәурақ жан сақтапты жұмыспенен. Есен аман шалдағы құтылыпты, Мақсұттан жау қашқан соң ұрыспенен. Мақсұтқа келді әлгі шал көзін тіктеп, көрсе бастан ағып тұр қан дірілдеп. Мұның қарызын менде өтеп берейінші, жігіт қой ер көкірек, жау жүрек деп. Ей жігіт, не қылсаң да ер екенсің, көргейсің ерлігіңнің берекесін. Себеп боп мен ажалдан сен айырдың, маған қылған қарызыңды ал өтесін. Бай емен, батыр емен, хан емеспін, атақты артық туған жан емеспін. Себеп болып айырдың мен ажалдан, жақсылықты білмейтін шал емеспін. Мен бір шал дүниеде жиһан кезген, ертең түсте кетемін шаһарыңыздан. Ертерек пәлен жерден тосып тұрып, алып қал бір базарлық жаным бізден. Пұл үшін қызықпассың сен де бірер, сені маған кез қылған пәруәрдігер. Бір құданың хақы үшін мен тілеймін, қабыл көр, сертім үшін қолыңды бер. Ұрыға жібермедім мен намысты, кім бұлдар мұндай қылған істі. Алла хақы деген соң амал да жоқ, барайын деп уәде етіп қолға қысты. Ол жерге ерте тұрып жігіт барды, шалда душар алдынан бола қалды. Қолынан ұстап алып ертіп барып, далада бір бұзылған тамға апарды. Барса тамда бір гүл тұр солқылдаған, басында 3 жеміс бар былқылдаған. Бірі ақ, бірі қызыл, бірі сары, таңдап ал мен берейін бірін саған. Ағын жесең ақылың жаннан асар, сарын алсаң дәулетің судай тасар. Егерде қызыл жеміс алып жесең, ұрға шыда жан болмас сенен қашар. Ол жігіт шал сөзіне құлақ салды, көзін төмен жіберіп аз ойланды. Ақ пен сары екеуін алмаймын деп, қызыл жеміс жеймін деп қолқа салды. Мен беремін танбаймын айта тұра, өкінбесең түбінде жүре бара. Ақ пен сары екеуін алмағанның мәнсін айтсаң екен жаным сірә. Мен болсам егер ағын жемек дедім, ақылды болдым елден бөлек дедім. Мен ақылды билемен не қылсам да, ақыл мені билесе керек дедім. Ақылды жан табылмас, маған сырлас, көріне тентек көп надан мойын бұрмас. Әділетсіз, ақылсыз, арсыздарды көре тұра көңілде тыныштық тұрмас. Адам дерті болмай ма құса тартып, тұщы ұйқы ұйықтай алмай түнде жатып, ептеп бағып есерге ем таба алмай, тәтті тамақ жей алман дәмін татып. Сарыны жеп мен болсам байдың өзі, аузына тамам жанның болдым сөзі. Пәленшеден бір нәрсе алсақ-ау деп, тігілер жан біткеннің маған көзі. Жұрт күндер жұрттан артық байлық үшін, бұлдайды біреу күшін біреу түсін. Не қылса да надандар алмақ тойлар, мал ант тұрған күйдіріп елдің ішін. Еңбексіз мал дәметпек қайыршылық, ақылды ерге ар болар ондай қылық. Оны ойлардық бұл күнде адам бар ма, пайда ойламай ақылды кім татулық. Берсең қалар оларда несі ардың, бермесең сен дағы ит бірге болдың. Не өзің ит, немесе бар елің ит, дауысыз бір пәлеге міне қалдың. Қызылды жесем мені әйел сүйер,
Арамдыққа жүрмесем не жан күйер, ұрғашыда көп жан ғой досым болса, деп едім бір пайдасы маған тиер. Еркектің еркек адам болса қасы, қатын, шеше, қызы жоқ кімнің басы, хан қаһар қара кісі қастық қылса, сонда ұрғашы болмай ма арашашы. Тегінде адам басы сау бола ма, бойында тексерілмес дау бола ма, ері ашу айтса әйелі басу айтып, отырса бұрынғыдай жау бола ма. Соны ойлап қызыл жеміс мен таңдадым, берсеңіз жемек болып бел байладым. Топа торсық бұл сөзді айтқаным жоқ, басындақ ойлап тегін абайладым. Бұл сөзге салып тұрды шал құлағын, ендеше тауып айттың же шырағым. Ақыл дәулет әуелден өзіңде екен, өміріңмен артылсын жаным бағың. Бұл шал бөтен шал емес Қыдыр еді, ебін тауып даруаға кезі келді. Көзіне, ақылына, қылығына разы болғаннан соң бата берді. Сол Масғұт Қыдыр шалдан бата алыпты. Соңында Шәмсі Жихан атаныпты. Мағанасы бұл дүниенің күні деген, жетіліп бізге ғибрат сөз қалыпты. Сол заманда надандар шырыш бұзған, жалғанның дәмін бұзып қауіп қылған. Ақыл мен мал екеуін асыра алмай, ара шашы іздепті қатын қыздан. Ендігіге не сұрау бұл жалғанда, ақыл ой, ар намыс жоқ еш адамда. Өлген молла туған жер жібермейді, әйтпесе тұрмас едім осы маңда. Сол Масғұт халифаға уәзір бопты, тарқатыпты алдынан көп пен топты. Бағанағы Қыдыр шал бір уақытта түсіне аян беріп жолығыпты. Ей, балам, пәлен күні жауын жауар, сол жауынның суында кесапат бар. 7 күн жынды болар суын ішкен, 7 күн өткеннен соң және оңалар. Ол судан тамам суға су құйылар. Сел болып судың бәрі кесел болар. Ертерек таза судан су жиып ал, бұл хабарым сақтансаң жаным жарар. Бұл сөзбен халифаға Масғұт барды. Хабарын естіген соң хан аңғарды. Айтқан кезі жақындап келген шақта ертерек таза судан құйып алды. Болған соң уәделі күн жауын жауды. Судан ішкен жынды боп ақыл ауды. Күні түні шуласып таласады. Ұмытты тамақ жеумен ұйықтауды. Болар шулап бір күні келді ордаға. Хан мен уәзір қарайды тамашаға. Бәрі де есі шығып жынды болған, бос шулап жүр кіші іні үлкен аға. Ол халықтың алдына жақын барды. Сөз айтып әрбір түрлі ақыл салды. Бір кеселге байғұстар жолығыпсың, үйіңе бар, ұйықтаңдар деп шығарды. Олар шықты есіктен хан көкпелеп. Көшеде шулап және жылаған көп. Хан мен уәзір ақылдан айырылыпты, өлтірек екеуін жынды екен деп. Өлтіргелі ордаға қайта жүрді. Бұлардың сөзін естіп хан да көрді. Бұрынғыдан мұнысы қиын болды. Ойбай, уәзір, ақыл айт, қайттық деді. Құтылар хал болмады мына даудан. Біз де ішпесек болмайды жынды судан. Өлтірер өңкей жынды бізді келіп. Жынды етіп есі дұрыс бізді қуған. Екеуі жынды судан ішіп салды. Құтырып көп алдына жетіп барды. Өңкей жынды байқамай айтыппыз деп, құлдық ұрып бұларға көп жалбарынды. Соны менен бет-бетмен тарап кетті. Әйтеуір тарқайтұғын уақыт жетті. Көрдің бе көп тентектің қылған ісін, еріксіз естекеуін есер етті. Көптің бәрі осындай мысал етсең, көп айтты деп алданып уағда күтсең. Ғапіл болып көп нәрседен бос қаларсың, аңдамай көп сазымен жүріп кетсең.